заманауи үлгіде бой көтерген жабық футбол манежі ғимаратының ішімен танысуға шақырамыз. Жаңа спорт кешенінің ашылуы ауыл спортының жаңа дәуірін бастаған айтылу оқиға болды. Даниал Арена деп аталған нысан енді жасөспірімдерге кәсіби футболға жол ашқана қоймай, үлкен жарыстардың алаңына айналмақ. Бұл кешен ауыл жастарының армандарын жүзеге асыратын жеңіс жолына бастайтын жаңа қақпа іспетті. Жене ағамызға көптен көп рахмет. Осындай стандартқа сай поля салып беріп атқанына. Біз болған дейін негізі Жаңақорған бар, Шиелі аудандарында барып тренинг жасап, солай жасайтымыз. Қазір шүкір үлкен стандартқа сай бізде поля ашылып, өз еркімізде дайындық жүргізіп жатыр. Көңілден шығып жатыр. Стандартқа сай салынды ғой барлығы. Ешқандай минус несі жоқ, керемет салынды. Мына Женя менің күйеу балам. Сіңілімді алып отыр. Осы ауыл үшін көркейтіп барлық нәрсені істеп жатыр. Молодец, біз ризамыз. Ал алтындай күйеу баламыз, осы күйеу балдардың ішіндегі орыс болса да қазақтардан артық емес. Бәрін істеп ауылдың жағдайын жақсартып жатыр, көркейтіп жатыр. Ризамыз, алғысымыз шексіз. Басқа қаладан келіп, мен Қызылордадан келіп жатырмын. Осы құтты болсын, осыны ашылу салтанатына құтты болсын айтайын деп. Мына баласы Даниал осының атынан ашылып жатыр, ашылу аренасы. Салтанатты рәсімде аудан әкімінің орынбасары Бектас Нұрдинов сөз сөйлеп, аудан әкімі Мәжит Сәмитұлының ыстық лебізін жеткізді. Сонымен қатар Төменарықтан шыққан ардагерлер бүгінде түрлі салада еңбек сіңірген азаматтар да жиналып, ауыл халқының қуанышымен бөлісті. Бұл нысан жеке инвестормен 57 миллион теңгеге жуық қаражат бөлініп, осы спорт нысанда жастарымыз кіші футболдан жастарымыздың бос уақытты тиімді пайдаланып, спортты дамытуға үлкен үлесін қосады. Бұл істің бастамашысы ауылдың төл перзенті орыс ұлтының өкілі Евгений Метелев. Өзі және танып кеткен азамат қазақы ортада өсіп, жүрегі де тілі де қазақ болып кеткенін жасырмайды. Оның туған жерге деген құрметі ата қонысына жасаған осы тартуынан анық көрініс тапты. Спорт аренасын ашып жатырмын. Құдай қаласа балдардың осы Төменарық ауылының балдарының спортқа деген баулу. Негізгі мақсатым ауыл спортын дамыту. Оның ішінде жаңағыдай ауылдың балдарын келешегі ұлттық құрамаларда ойнайтын спортшылар шығару. Қайрат құрама командасы сияқты осындай үлкен лигада, Европада ойнайтын балдар шығару. Ауыл тұрғындарының айтуынша, жаңа кешен тек спорт алаңы ғана емес, бірлікті нығайтатын, жастардың басын қосатын, рухани орта қалыптастыратын мәдени спорттық орталыққа айналары сөзсіз. Жене деген аты орыс болғанмен ағайындар. Жененің ауыз әкесі де орыс, шешесі де, бірақ өзінің жүрегі қазақ оның. Өйткені біздің Жене бұның алдына дейін бізге ауылымыздың орталығына монша салып берген. Ол бір. Сол кездегі ауданның әкімі Руслан Рүстем осы ауылдың тұрғындарын Астанаға апарып жатқан кезде Женя қазақ тілімен сөйлеп, барлығын таңғалдырып, бір орысша айналдырсаңыздар, барғанша Астанаға барғанша штраф салам деген сөзі бар. Міне қандай жігіт бұл жерде. Сөйле десе қазақша сайрап тұр, істің тірлігін бәрін қазақша жасап тұр. Енді бүгін мына ауданымызда жоқ, спорт арена салып отыр. Өз қалтасынан шығарып 40-60 миллиондай ақша кетіп отыр. Жас болса да бас бола білген кісі. Құрдасымыз Женеға рахмет. Бала кезден бірге өстік, өндік, мектепке бірге бардық, бір класста оқыдық. Жас болса да осында үлкен іс бітіріп, ауылға үлкен ауданымызда алдыңғы қатардағы аренаны соғып берді. Жолдас балдары әрдайым қасында, көмектеміз, қызметтеміз. Бүгінгі оқытылып жатқан Құраны қабыл болсын, ашылып жатқанда салтанатты мейрамдары келіп, қол көмек беріп, жәрдемдескен кісілердің бәріне алғысымызды айтамыз, рахмет дейміз. Бұл нысан ауылға тартылған ірі инвестициялардың бірі. Биыл Төменарық кәсіпкерлерді тартып, қаражат құю ісінде аудан бойынша алдыңғы қатарға шықты. Мұнда ауыл әкімінің бастамашылдығы, кәсіпкерлердің қолдауы, билік пен халықтың бірлесе жұмыс істеуі, тұрақты дамудың кепілі екені тағы дәлелденді. Ол Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.